достарымыз, көрермендеріміз айтып өткендей, міне біздің келесі басқармадан маман қатысып отыр. Бүгінгі біздің тікелей эфирімізге қысқаша таныстырып өтсем, облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының құқықтық қамтамасыз ету мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мониторингі және цифрландыру бөлімінің бас маманы Абзал Асқарұлы Жексенбаев мырза қатысып отыр. Құрметті Абзал Асқарұлы, біз тікелей эфирде өзіңіз ауыл шаруашылық басқармасы тарапынан қандай гранттар, субсидиялар бөлініп жатыр, қандай бағдарламалар бар, және де жастар қатыса алатын мүмкіндік болатын соның бойынша қысқаша түсіндіріп өтсеңіз, және де қазір эфирдегі көріп отқан көрермендеріміз сауалдар болса қойып, жауаптарын алып. Олай болса бастасаңыз болады. Рахмет сөзді бергеніңізге. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі заңда біздің басқармамен жалпы Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы тетіктерін қолдау іс-шаралары мен бағдарламалары қарастырылған. Қазіргі уақытта Жамбыл облысы тұрғындарының әл-ауқатын көтеру бойынша пилоттық жоба қарастырылған. Осы мәселе бойынша облысқа 7,2 миллиард теңге ақша бөлініп, облыс бойынша 10 пилоттық округ белгіленген. Сол пилоттық округтарға 10 ауданның 11 ауылдық округтері кіреді. Тараз қаласы қазіргі таңда қарастырылуда. Осы келешек этапта 20 аудандық, қалған ауданның 20 ауылдық округтерін кіргізу қарастырылып жатыр. Жоспарлануда. Сондықтан бұл мәселе үлкен қолдауда, үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр осы бойынша. Сондықтан облыстың жағдайы қазір үлкен бақылауда жүргізіліп жатыр деп санаймын. Енді мынау пилоттық жобаны қарайтын болсақ, бұл пилоттық жоба 2,5%-пен кәдімгі сізбен біз сияқты қарапайым қала тұрғындарына, яғни ауылдың тұрғындарына үлкен көмек беріліп жатыр. Яғни 2 жыл мен 7 жылдың аралығында несие беріледі 2,5%-пен. Ол келесі бағыттар: малға, яғни сіздер қой, жылқы, немесе ірі қара алатын болсаңыздар, одан кейін егінге, алма баққа, құс асырауға, болмаса теплица, яғни жылыжай дейміз ғой, соған сондай бағыттарға несие бөлу қарастырылған. Бірінші жыл каникул беріледі, яғни бірінші жыл сіздер оборот алғанша төлемейсіздер. Екінші жылдан бастап сіздер енді өздеріңізге лайықты график бойынша өздеріңіздің банкпен сіз екі тараптың арасында жасалған график бойынша ыңғайыңызға қарай қолжетімді сомамен жауап берсеңіз болады қарыздарыңызды. Енді жастар жағын қарайтын болсақ, жастарға да үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Яғни жасы кәмелетке толған Қазақстан Республикасының азаматы, облыс тұрғыны, болмаса қала тұрғыны бізге келіп өзінің өтінішін білдіретін болса, бұл жерде несие беріле береді. Бірақ бұл қазіргі таңда бұл неге бағдарламаға, пилоттық жобаға бірақ нәрсені ұмытпау керек. Бұл жерде залог керек, яғни кепілдікке жылжымайтын мүлікті қою керек. Онсыз несие берілмейді. Яғни ертеңгі күнде сіздердің төленетін төлемдеріңіз бойынша задержка дейміз ғой, оны кешіктіріп төлейтін болсаңыздар, болмаса ақшаларыңыз болмай жатса, банктер соны қамтамасыз ету ретінде, обеспечение ретінде алып қалады. Сондықтан залог болу керек міндетті түрде. Барлық сұрақтар бойынша сіздер біздің басқармаға келіп қосымша ақпарат алсаңыздар болады. Біздің мекен жайымыз Тараз қаласы, Абай көшесі, 139 үй. Біздің басқарманың орналасқан жері 2-ші этаж, 25-ші кабинетке келсеңіздер болады. Яғни біз жұмыс істеп жатқан бөлімнің кабинеті, болмаса орынбасарлармен басшылыққа жеке кіріп
қабылдауларына жазылсаңыздар болады. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, мына жерде дипломмен алуға не болып жатыр деп сұрақ қойыпты. Ол дипломмен алуға бүгінгі таңда экономика басқармасына ауысқандықтан ауыл шаруашылық басқармасы бұл қазір таңда бұл бағдарламамен жұмыс жүргізбейді. Олай болатын болса, қазір әзірше сұрақ қойғанша Абзал Асқарұлы, мен бір кішігірім сұрақ қойсам. Осы мынау пилоттық жобаға дедіңіз ғой, 11 ауылдық округ кірді. Биылғы жылдан бастап, солай ғой, иә? Бұл пилоттық жоба өткен жылдың, яғни 2010 жылдың октябрь қазан айының мерзімінде кезеңінде іске асырылған, яғни сол кезден бастап бұл бағдарлама жұмыс істеуде. Қазіргі таңда бұл бағдарламаның осы іс-шараның аяғы белгіленбеген, яғни әлі жұмыс істеп жатыр. Келіп не білдірген азаматтар келіп несие алып берсеңіздер болады. Қосымша ақпаратты сіздер СПК Тараз, яғни кәсіпкерлерді қолдау корпорациясына, СПК Тараз, ол Қойгелді көшесіне орналасқан салық комитетке қарама-қарсы, сондықтан арнайы мамандардан қосымша ақпарат алсаңыздар болады. Тағы бір сұрақ қойсам, барлығы дұрыс, техникалық не бойынша. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, несие алу үшін басты мәселе ол залог болу керек деп. Кепілдендіру заты болу керек, яғни үй немесе жер. Ал енді бізде 29-ға толмаған жастардың көбісінде ондай кепілге қоятын мүлкі жоқ болады. Олар қатысқан кезде қатысуға мүмкіншілік болмайды. Қандай қиындықтар туындайды яғни келген кезде. Сол жағынан бір сіздерде жеңілдіктер қарастырылған ба? Или ондай жоқ па сіздерде? Иә, бұл жағдайда бұл сұрақта мәселе қарастырылған. Бүгін қазіргі таңда өзіңіздің неге кепілдікке, яғни залогқа қоятын мүлігіңіз болмай бара жатса, сіздер, яғни туысқандарыңыздың, таныстарыңыздың көмегіне жүгініп, соларды как залогодатель, яғни кепіл беруші ретінде неге жаңағы көмекке шақырсаңыздар болады. Яғни сіздің танысыңыз болмаса жаңағы туысқаныңыз өзінің мүлігін неге жаңағы залогқа қояды да, ары қарай залог бойынша несиені сіз алып, мысалға жаңағы кепіл берушіге өздеріңіздің келіскен бойынша несін үлесін берсеңіздер болады. Солай да жұмыс істеуге болады. Біраз адамдар солай жұмыс істеп жатыр, мүлігі жоқтар. Ал енді осы жерде жастардың ертең көп жастардың осы сұрақ мазалайды, көп жастар осы сұрақты қояды, жаңағы кепіл бойынша. Егер ондай мүлдем мүмкіншіліктер болмаса, немесе басқарма тарапынан, немесе сіздер осы қарастырылған ба осы жағынан, кепілге қоятын мүлкі болмаса да беру бойынша ма, немесе қандай, мүлдем ондай сіздер қарастырылмаған ма? Міндетті түрде кепіл болу керек. Иә, бірақ өкінішке орай бұл бағдарлама тек қана осы кепілге қоюмен қарастырылған, бірақ енді бұл осы бағдарлама бойынша жұмыс істей алмасаңыздар, Атамекен корпорациясында безвозмездный, яғни қайталымсыз гранттар қазір қарастырылып жатыр. Ол ондай жобада қарастырылуда, яғни сіздер 2 айлық арнайы оқудан өтсеңіздер, сіздерге 500 мың көлемінде көмек беріледі. Сол қайталымсыз ақшаға өздеріңіздің бизнестеріңізді, жұмыстарыңызды бастасаңыздар болады. Кепіл залог қоймай. Мен сізге тағы сұрақ қойып жүрейінші. Мына жерде көбінесе біз жастармен кездескен сайын айтады, мынандай мәселе сұрақтар қойылады. Осы ауыл шаруашылық, ауылдық жерде тұратын жастарға ауыл шаруашылық тарапынан қандай мемлекеттік бағдарламалар бар, соны бір атап өтсеңіз. Алтын асық дейді, сыбаға деген бағдарламалар бар, соның қандай жеңілдіктері бар, қандай тұстары бар, соны айтып берсеңіз қысқа ғана. Иә, әрине осы бізде ауыл шаруашылық тек қана мал асыраумен шектелмейді. Бұл жерде егін өсіруде бар, құс өсіруде, жылыжай орнатуда қарастырылған әртүрлі бағыттар бойынша өздерінің салалары бар. Ол үшін сіздерге біздің өзіміздің басқарма телефон берсем болады, сол телефонға звондап қосымша ақпарат білсеңіздер болады. Ол телефонның нөмірі 45 42 30. Жазып алсаңыздар болады. 45 42 30. Сол бойынша звондап арнайы сұрақтарыңыз қойсаңыздар, сіздерге тиісті бөліммен, тиісті маманмен байланыстырып,
қосымша ақпаратты толық ретінде беруге тырысады. Мына жерде тағы бір сауал жолдапты. Шығып кетті. Жаңа президент оқиыз ба? Президент тапсырмасына сәйкес 2020 жылғы 3%-дан 6%-ға дейін несие беріледі деп естідім. Сол бойынша айтып өтсеңіздер, жолдары қалай? Бұл бойынша 6%. еңбек деген программа бар, бірақ бұл өкінішке орай бұл бағдарлама біздің басқармаға қарамайды. Ол сабес, яғни жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаны қолдау басқармасына қарайды. Сол басқармаға звондап, болмаса барып білсеңіздер болады. Әбек аға, сізде көрініп тұр ма? Сұрақтар? Мына жерде бір сұрақ келіпті. Ауыл шаруашылығы үшін гранттар бар ма? Және грантты алуда жас маңызды ма дейді. Жас ерекшелігі. Гранттар ондай қазір бірінші естіп отырмын, бірақ грант беру деген сол бағана айтып өткендей Атамекен корпорациясында бар, бізде субсидия алу бар. Яғни сіздер шаруа қожалығын ашып, арнайы жаңағы сіздердің мөрлеріңіз болу керек, жарғыларыңыз, яғни уставкеңіз ғой. Сонда арнайы құжаттарыңыз болып, сонда шаруа қожалықты ашсаңыздар, өкіметтен белгіленген пайызбен субсидия беріледі, яғни жеңілдіктер беріледі. Ал малға беріледі, бағана айтып өткендей, егінге, құсқа және жылыжайға субсидиялар беріледі. Ол субсидия деген қайтарылатын ақша. Бірақ сіздер оны бірнеше жылға созып, өзіңізге ауыр салмақ қылмай, қолжетімді қайтарып тұрсаңыздар болады. Тағы бір сауал түсіп тұр. Негізі тұрғылықты және тіркелген мекенжай ауылда болу керек па дейді. Әлде қалалық тіркеуде тұрған жастар ауылға барып жылыжай ашамын десе, тіркеуде міндетті түрде өзгерту керек па дейді. Бұл жерде әр азамат өзінің тұрғылықты мекенжайын ауыстыруға тиісті емес. Сіздер өздеріңіздің туысқандарыңыз болса, таныстарыңызға айтып, соларға жүгінсеңіздер болады, көмек сұрап. Яғни соның атынан несие алып, ары қарай енді компаньон ретінде, партнер ретінде сөйтіп солай жұмыс істесеңіздер болады. Бірақ енді именно сіздер ауылға барып сол тіркеуді ауыстырамын десеңіздер, ол сіздердің құқыларыңыз, ол заңмен шектелмеген. Басты осы бағдарламаның ерекшелігі тек қана осы жаңағы бағдарламаға белгіленген 11 ауылдық округ бар. Сол пропискамен сол округтерге қарау керек. Енді айтып отырмын ғой, келешекте Тараз қаласы кіретін болса, оны қала тұрғындарды несие алуға мүмкіндіктер болады. Ол осы биылда қарастырылады бұл мәселе. Мен бір сұрақ қойып жүрейінші, осы субсидия алу үшін сіздерге құжат өткізген кезде ауылдық жерде жастар көбісі облыс орталығына келуіне қиындық тумайды. Аудандық ауыл шаруашылық бөліміне құжаттарын тапсыра ала ма? Себебі алдымызда бір басқармада келген кезде олар айтып тұрды, міндетті түрде мүмкіндігінше біздің басқармаға келіп құжаттарын өткізу керек деп. Сол секілді ауылдық жердегі жастар ауыл шаруашылық бөліміне субсидия алу үшін құжатын өткізсе бола ма, деп басқармаға келу керек облыс орталығына? Бұл жағынан енді ауыл тұрғындарына жеңілдіктер қарастырылған. Біздің басқармаға келмей, тікелей сол аудандық әкімшілікке барып, ауыл шаруашылық бөліміне өтініш өткізіп, бізде қолдау KZ деген портал бар, яғни қазіргі заманымызда бәрі цифровизациядан өтіп отыр ғой, сол қолдау KZ порталына тіркеліп, сол сайт арқылы, портал арқылы өтініштеріңізді өткізсеңіздер болады. Яғни жаңағы өзіңіздің не қалайсыздар, мал өсіруге, егін өсіруге, құс өсіруге, болмаса жылыжай ашуға, солар барлығы портал арқылы өтеді. Онымен айналысатын аудан әкімшілігі, яғни ауыл шаруашылығы бөлімі сіздерге қарасты, ауылдарыңызға қарасты. Фейсбукта сұрақ жоқ па? Фейсбукта сұрақ. Қазір тағы бір минут қарап жүрейік. Әзірше менде сұрақ жоқ сияқты. Абзал Асқаров, мен бір сұрақ қойып жіберейінші, өзіме қызықтыратын. Осы жаңағы субсидиялардың ішінде
биылғы жылға яғни басымдық қай бағытқа көп басымдық беріп отыр, яғни егіншілікке, ауыл шаруашылық или жылыжайға қайсысына басымдық көп беріледі негізінен? Енді әрине бәріміз қазақ болғаннан кейін ет жеуді жақсы көреміз ғой. Енді жалпы тілмен айтқанда көбісі ет жағына жүгінеді. Яғни ірі қара малды бордақылау деген сияқты көбісі малмен айналысады. Екінші орында бұл егін түр, алмабақ және жаңағы жоңашқа өсіру, бидай өсіру, тағы да басқа өсімдіктерді өсіру сол екінші орында отыр. Үшіншісі құс өсіру және қалған орында жылыжай алып отыр. Мында WhatsApp желісінен сұрақ келді. Субсидияны алған кезде, берілетін кезде маңызды нәрселер бар ма дейді, яғни осындай критерийлер бойынша ғана беріледі ме, жоқ кез келген адамға кез келген бағыт бойынша беріле береді ме? Жоқ, бағана айтып өттім ғой, субсидия алатын адам міндетті түрде ауыл шаруашылығы, шаруа қожалығын ашу керек, әділет департаментіне, болмаса ауылдық әділет бөліміне барып тіркеліп, заңды құжаттарды жасап, содан кейін барып субсидияны алу керек. Былай әшейін қарапайым жаңағы жеке тұлғаға. Сол шаруа қожалығы бар адамдар, бірақ соның өзінде кейбір маңызды бір критерийлер бола ма деп жатыр да? Маңызды критерийлер енді сол әр бағыт бойынша өздерінің қағидалары, яғни ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен бекітілген правилалар, қағидалар болады. Сол бойынша әр нәрсенің өзінің критерийлері бар. Кез келген адамға берілмейді, әрине. Сұрақ түсіп тұр, Қордай ауданының ауылдары қайда қарайды деп. Қордай ауданының ауылдары Қордай ауданына қарайды. Қордай ауданы Жамбыл облысына қарайды. Тағы да сұрақтар қоя берсеңіздер болады. Тағы да бір сұрақ кетті. Неге үнемі ауылға ғана қарастырылады? Мен қалада тұрамын, жер үйде 150 тауық асыраймын және помидорды шағын жылыжайында өсіремін. Тіркеуім қалада болғаны үшін үнемі қолдауларды ала алмаймын деген жағдай. Енді бұл кісіні түсінуге болады. Бәріміз Тараз қаласында этаж үйлер аз ғой, көбінесе көп тұрғындар жер үйде тұрады. Көбісінің малдары бар, егіндері бар. Бұл кісіні түсінуге болады. Бұл кісі енді бағана мен ақпаратын алсақ, осы биылда келесі жылда Тараз қаласын жеке осы Тараздың өзін осы бағдарлама қосу қарастырылды. Сәл шыдай тұрса, келесі жылдан бастап Тараздың тұрғындарды осы пилоттық жоба бойынша субсидияларды жаңағы 2,5% несиесінде алатын болады. Сондықтан жаңағы бастамасына ісіне сәттілік тілеймін. Еш мұңаймасын, жаңағы бизнесін өстіп, осындай қиын заманда коронавирус кезінде берік болып, ұстап, мықты болып жүре берсін. Осымен сұрағымыз аяқталып қалған секілді. Құрметті жастар, егер де тағы да қайталап айтам, егер де сұрақтарыңыз болып жатқан жағдайда, немесе мен сұрағымды уақытылы қойып үлгере алмадым деген ойларыңыз болса, ренжімеңіздер, мұңаймаңыздар. Біздің жастар басқармасы, жастар ресурстық орталығының әлеуметтік желілерінде осы біздің бүгінгі түскен барлығы сақталып тұрады. Сұрақтарыңызды сол жерге жолдап, әлеуметтік желіде біздің парақшаларымызға тиісті жауаптарыңызды аласыздар. Егер де сұрақ жоқ болатын болса, Абзал Асқарұлы, сізге уақыт бөліп келгенде көп рахмет. Міне коронавирустың арқасында бәріміз онлайн режимге ауысып жатырмыз. Онлайнды кеңес беруге ауысып жатырмыз. Осымен біздің бүгінгі жарты сағаттық кеңесіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.